Kim oynап жатыр екен шешесін? Жоғарыда кім ойнап жатыр? Айтшы. Қандай депутатын, қандай әкім ойнап жатыр? Кім ойнап жатыр? Патшаң анау өзімен-өзі қуып бір-бірімен ұрсып. Кім ойнап жатыр? Айтқан ауыз жаман. Қит етсе бұл сіз Қазақстан Республикасының несіне қарамай шықтыңыз. Ондай маған статьяңды қалтаңа салып қойма. Үйтіп елің тоз-тоз шығып жатқан кезде, елің тоз-тоз шығып жатқан кезде жетімің көп, жесірің көп, ауруың көп, мүгедегің көп, үйсіз күйсіз жүрген халқың көп. Кімге статья қойбасын? Қит етсе түрмеге сатайын. Жылағың келеді, мен кейде жылағың келеді. Қит етсе болды, қолыңыз ұстайды, статьяңыз 72-ші баппен сіз кеттіңіз бір бәлен тармақтармен. Кімге керек ол, айтшы? Мақұл, сөйлеген сөзің бәрі жаман болса, қашан айтамыз сонда біз? Қашан дейміз, қашан сөйлейміз сонда біз? Қашан үйшіп жүре береміз, бейшара баба, мүгедек қыздарың бар, мүгедек ұлдарың бар, жетір, жесір, үйі жоқ, қайыршы оққан халқың бар. Кімнен сонда айтпаймыз шындықты? Айтып қашан осы шындықты орындаймыз? Үй әперіп, бір-бірімізді сотай бергенше үй алып беріп, ой, содан нәтиже құрып, қашан ел боламыз, қашан ел боламыз сонда? Қит еткен айтқан ауыз жаман болады, қылмыскер болады сонда. Кім айтады сонда ондай әңгімені? Қойшарың ақыл. Түкіргенің бар ондай неңер сенің. Өйшен, Қазақстанда шындықты айтқан адамға, қазақ елінде шындықты айтқан адамға, шындықты шырылдап, заң біліп сен айтсаң, бұл жындысың, пысиықсың, больницаға өтседі, түрмеге апарады, аяқ апарады, өлтіре салады ден. Одан басқа вариант жоқ. Заң солай кереш. Апарат сен шындықты айтасың ба? Өлтіре салады, үйте салады, пысиық ба? Мынау жынды дейді да. Өміріңнің соңына дейін пысиық больницаға жазып жібере салады ден. Сондай ғой, біздің қазақ елінде хан Кеңесар мен Абылайдың ұрпағы жоқ бұл өмірде. Олар сияқты шындық жоқ, біткен көріш. Ал біз қазақ соны айтсақ, біз жексұрын болып қаламыз қазір. Нервім ұстайды да, осы әділет, осы өмірде әділет жоғына нервім ұстайды да, жырам ұстайды да, өзім ұрып өлтіргім келеді да кейде. Менің миым алтын, қанша ішемде, өзімнің ұлтыма деген көкірегімде кернеп тұрады. Мен ешқашанда ішемде, өшемде, әрқашанда ұлтыма деген сөз айтқым келеді. Сөйтіп қасқырдың аузы жесе де, жемесе де қам болып қалатын менмін ең соңында. Козел, сендерде намыс, ұлттық патриот деген жоқ, сендерде намыс, козелсыңдар. Мына жерге погондарын тағып, сендер қазақ болады, қазақтың анасының құрсағынан туғасыңдар, бірақ қазақтың балдарын қолын қайырып ап, ұлтым үшін, елім үшін деп площадьқа шығатын, алаңға шығатын қазақтың қыздарын шыңғыртып қолын, козел қолын қайырып, газельге тығып, намыссызсыңдар, газельге тығып, ұрасыңдар сендер. Козел ешкенде. Ал, осыны айтқым келіп жүреді, осыны бір күн ішкен кезде айтам деп жүрмін, сауап бол, ішкен кезде осыны айтам деп жүрмін бүгін. Үшен козел. Отырған жерсіңдер. Мына ішіп алдық, бұның бар, дабит едейік деп. Келе бер, кел. Тұрсынан отырам, кел. Қазақтың намысын көтерген мені соттамақ тұр анау. Үшен жоғарыдағы козелдарын айтып барсай бар. Астанадағы отқан шөпке көтін сүт өтіндер. Долларға, миллионер көтін долларға сүт жүрген айтып барсай бар. Айта берінде козелдар. Сен солардың козелсыңдар. Ешкілерсіңдер сен солардың. Намыссыз. Үшен намыссыз ғой. Қазақтың анасының құрсағынан шығып, бір погон таққанына, бала шағанды үйтіп асырамай-ақ қой үйтіп. Заң болады, заң деген осы екен деп, біз заңнан аттап кете алмаймыз деген ол сөз болмайды. Мен айтайын. Заң ғой, дұрыс, заңға бағынған ел болмайды. Бәр адам заңға бағыну керек, дұрыс. Бірақ ұлт не үшін алаңға шығады? Яғни площадьқа, қазіргі тілмен айтайыншы, площадьқа не үшін шығады олар? Өздерінің, олар адам ғой, оларды айтады, осындай елімізді, мына жеріміз тартып алды, мына дұрыс емес қой деп жылап шыққан қазақтарға нападение жасап, дубинкасымен ұрып, газельге тыққан ол дұрыс емес ол. Ол козелдің бірлігі ол, менттер, козелдар. Дәл осы дұрыс емес негізі. Мақыл, сен федопилдер, біреудің басын кесіп өлтіргендер, солар ұстасай, ұста қылмыскерлерді ұстасай сен, не әлесің ол үйтіп ұлт болып шыққан көтеріліске сен ешқашан козелдар араласпа. Сенің жерің мынау, сенің жерің. Ертең осы халық болмаса, осы халық жойылып кетсе, елің бәрін Қытай келіп, үнді келіп,
көрінген кетіп баққан ел сенің еліңе келіп тұра беретін болса, әр жеріңе келіп үй салып алып, әр жеріңе келіп жерің татып қойса, сен қазақ болып жүресің, одан кейін мент болып жүресің, козел болып жүресің. Мә, козел, осы халқыңды сыйла. Площадьқа шыққан қыздар, намысы бар адамдар шығады. Площадьқа анау адам шықпайды. Намысы бар адамдар шығады. Елім ғой, мына жерім ғой, мына компаниямызды, заводымызды тартып отыр, мына қытайлар, үнділер тартып отыр, мына американецтер алып қойыпты. Болмайды, бізге қазаққа қайтардыңдар деп шыққан адамдардың қолын қайырып алып тыққан ешқашан дұрыс емес. Кессең кесіп ал басыңды. Ол менттердің ол осы дұрыс емес. Басшының айтып бар ма, ол дұрыс емес наху. Біз мемлекеттің қандай мемлекет ол? Еліңді сатқан мемлекет бола ма ол? Еліңді сатқан мемлекет болмайды ешқашанда. Так что ондай мемлекетті мен қолымды көтеріп бесіп кеткен. Үйтіп елін сатқан андай мемлекеттің басы ма, басшысы ма, ондай адамға бүйте салу керек қой, короче. Салам алейкум ғой, короче. Ондай үйтіп, жоқ, мен тазасын айтып отырмын. Оны айтқым келіп жүреді бүгін, ішімдегіні айтып көрейінші. Мен просто бала кезімнен патриотпын да, бала кезім намыс қой. Бәрі қойды да, Қазақстанда проблеманы қойды да. Менен де маньяктар бар да, адам өлтіріп оққан күнде. Олардың бәрі қойды да, бір Мұрат деген біреу бар, эфирде оққан. Эфирде оққан бір бейшара бар. Соның іші болса, соның анау экран алдында соны ұстай салады. Басшыға тиіп отырған кезде не бір маньяк бар, не бір жемқор бар, ақшаның мұнайды түбімен қазып жеп отқандар бар. Іздемейді да, іздеуге болады, табуға болады. Жұмыс істемейді ғой, олай жұмыс істемейді. Бізде экранның бетінде көрініп тұрған нәрсеге бара саламыз. Біздің бар ахуалымыз сол. Міне, мынау үйтіп айтқан, сөйтіп айтқан. Мына айғақта тұр, мына видеолар тұр. Үйткенде сөйткен. Соған ғана жетеді біздің деңгейіміз. Адам болғаны, пенде болғаны айтып қаламыз кейде. Заңда тергеуші сізді қорқытқан жоқ па, үркіткен жоқ па деген жерге қол қоятын жер бар да, түсін. Көріп алыңыз деп қояды, көріп алыңыз. Сізді қорқытқан, үркіткен жоқ па тергеуші? Тергеу барысында дейді да. Да сол жерде айтамын. Қорқытты, үркітті, ұрды деп жатамын. Не үшін? Не үшін ұра? Не? Заң адамдар ұра беру керек па? Қазақтың басы олда. Құдай ақы. Өтірсе өтірсін. Удар берсін. Жағымды қисайт тасасын. Я айтам. Құдай тұр ғой төбемде. Ұрған жоқ қой сізде. Тергеу барысында ұрған жоқ қой сізде. Ұрды деп айтам. Ұрса ұрды деп айтам. Боқтап сөйледі мені. Мен психологияма өктем сөйлеп, мен психологиямды андай маған нашар сөйлеп, боқтап сөйледі. Менің бүкіл психологияма андай ауыр соққы етті. Боқтап сөйледі.